Құлпынай, бұл детектор шындығына өз еркіңізбен келдіңіз бе? Өз еркіммен келдім. Ешкім мәжбүрлеген жоқ қой, күштеген жоқ. Кімнен шаршадыңыз? Қоғамнан ба, өтіріктен бе, әлде шындықтан ба? Өзімнің өмірімнен деп келеді. Мен сізге сұрақ қоям, сұраққа жауапты тек сіз я немесе жоқ деп бере аласыз. Қайрат мырза, құрылғы дайын ба? Дайын. Күйеуіңізді бөтен әйелдерден жиі қызғанушы ма едіңіз? Жоқ. Қайрат мырза, Шындық жауап берді. сіздің ойыңызша күйеуіңіздің кішкентай қыздарға деген сексуалды әуестігі бар ма? Иә. Осы детектор арқылы нені дәлелдегіңіз келеді? Өзімнің ондай педофил емес екенімді, ақ екенін дәлелдегім келіп отыр. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, бұл Руслан Өтепбайдың YouTube арнасы. Естеріңізде болса, мен ерлі зайыпты қос блогер Құлпынай мен Қолғанаттан сұхбат алған болатынмын. Сұхбат эфирге шыққаннан кейін көрермендердің ойы екіге бөлінді. Бірі Құлпынайды жақтаса, бірі Қолғанатты ақтады. Және көрермендердің ішінде екі блогерді ерлі зайыптыны өтірік детекторына отырғызып көруді ұсынған болатын. Және осы ұсынысты мен Құлпынайға айттым. Құлпынай келісімін беріп, дәл қазір менің алдымда отыр. Құлпынай, қайырлы күн. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Түріңізге қарасам, қобалжып тұрсыз, е? Қобалжып тұрған жоқпын. Бірақ жылағым келіп тұр біртүрлі. Неге? Білмеймін. Не себепті? Себеп қандай? Ішкі ой қандай? Түйсік қандай? Жылайтындай жағдай орын алып жатыр ма? Әлде шаршап кеттіңіз бе? Содан шығар. Кімнен шаршадыңыз? Қоғамнан ба, өтіріктен бе, әлде шындықтан ба? Өзімнің өмірімнен деп келеді. Өткен өміріңіз бұлыңғыр болса да, болашағыңыз баянды болсын, я? Сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба? Дайынмын. Түсіндіре кетейін, біздің алдымызда өтірік детектор құрылғысы және сол бір құрылғыны басқаратын, жүйелейтін білікті маман Қайрат мырза. Мен сізге сұрақ қоям, сұраққа жауапты тек сіз я немесе жоқ деп бере аласыз. Білмедім, есімде емес, бәлкім деп айта алмайсыз. Я немесе жоқ нақты. Жарайды. Қайрат мырза, құрылғы дайын ба? Дайын. Құлпынай ханым, сізге қояр алғашқы сұрағым. Қолғанатпен тұрмыс барысында күйеуіңізге көңіліңіз толатын бе? Жоқ. Соңғы әрі нақты жауабыңыз. Көңілім көбінесе толмайтын. Көңілім толғаннан толмаған кез көп болды. Я немесе жоқ. Жоқ. Сұраққа жауап алдық, ал енді Осы сұраққа шындық жауап берді. шындық жауап берді. Шындық. Бір шаңырақта 5 жыл тұрдыңыздар ғой? 5 жылдың қанша бөлігі көңіліңіз толды? Пайыздық өлшеммен алсақ. 20% шығар. Демек 20% көңіліңіз толды, 80% көңіліңіз толмады. Солай сияқты. Қандай жағдайларда? Қалай сіздің көңіліңізге қаяу түсірді? Нақты айта алмаймын. Дұрыс көңіл бөлмеді ме? Әлде қол көтерді ме? Әлде дауыс көтерді ме? Не істеді сонда көңіл түсетіндей? Ешқашан ұрған емес. Қол жұмсаған емес. Ешқашан. Дауыс көтерген кездер болды ма? Болды. Енді отбасы болғаннан кейін дауыс көтереді деп қабылдадыңыз. Иә. Жақсы, екінші сұраққа дайынсыз ба? Күйеуіңізді бөтен әйелдерден жиі қызғанушы ма едіңіз? Жоқ. Қызғаныш болмады? Жоқ. Бірақ күйеуіңіздің айтуынша осы даудың бәрі сол қызғаныштан пайда болған дау дейді. Келісесіз бе? Келіспеймін. Қызғаныштан емес, жек көрініштен. Дұрыс емес әрекетінен. Жеке басын күйеу ретінде қызғанбадыңыз, бірақ тұлғалық іс әрекетін жек көрдіңіз ғой? Иә. Дұрыс осы ма? Иә. Сонымен сұрақты қояйын, жауап берсеңіз, одан кейін детектордан сұрайым.
күйеуіңізді бөтен әйелдерден жиі қызғанушы ма едіңіз? жоқ. Қайрат мырза? шындық жауап берді. Демек, қызғанбадыңыз. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ. Сіздің ойыңызша, күйеуіңіздің кішкентай қыздарға деген сексуалды әуестігі бар ма? Иә. Бірақ мұқият жауап беріңізші. Иә, Сенімдісіз бе? сендім. Иә, Суреттер һәм жазбаларға негізделіп айтып отырсыз ба? иә, Бірақ қолмен ұстап, көзбен көрген жоқсыз ғой? жоқ. Ондай факт жоқ. Осы факт жеткілікті сіз үшін. Иә, жеткілікті. Бұл енді өте ауыр сұрақ, сол үшін тағы да қояйын, тағы да жауап беріңіз. Сіздің ойыңызша, күйеуіңіздің кішкентай қыздарға деген сексуалды әуестігі бар ма? Иә, Жауап дайын ба? Дайын. Осы сұраққа шындық жауап берді. Және қоғамда мұның барлығын құлпынай күйеуінен кек алу үшін, абыройына нұқсан келтіру үшін жасап жатыр деген қауесет бар. Жоқ емес. Оны өзіңіз де оқып біліп жүрсіз, иә? Осыған байланысты сұрақ. Күйеуіңізден кек алғыңыз келді ме? иә, Не себепті кек алғыңыз келді? білмеймін. Сіздің мақсатыңыз кек алу ма? Қазіргі таңдағы ма? Иә. Қазіргі таңдағы жоқ. Мен ез бұл нәрсені айтпай-ақ кек алам деп ойладым. Енді әйеліміз ғой, эмоционалды түрде. Бірақ қазіргі мәселе мен емес. Қазіргі мәселе кім? Қыздар. Ал қашан сіз кек алуды жоспарлап едіңіз? Кек алғыңыз келіп еді? Білмеймін, просто солай ойладым. Кек алу керек деп ойладым. Қазір енді бұл жауап берсін, мені алып тұрып, осындай қиянаттық істеген үшін жауап берсін деген ой болды. осы кек, иә? Мынау кек емес. Мен жасап отқан кек емес. Жақсы, мен сұрақты қайттан қояйын. Жауапты қайттан беріңіз. Одан кейін детектор өзінің жауабын айтады. Күйеуіңізден кек алғыңыз келді ме? Иә, Детектордың жауабы? Шындық жауап берді осы сұраққа. Соңғы сұрақ және маңызды сұрақ. Күйеуіңізден кек алу үшін оны педофилге теңедіңіз бе? жоқ. Жаңа айттыңыз ғой, енді басында кек алғым келді. Мені аманаттап алғаннан кейін маған сатқындық жасады дедіңіз, иә? Қиянат. Ол қиянат именно жаңағы жыныстық мәселесі бойынша емес қой. Басқа да қиянат жасаған кездер де бар ма? Сол үшін кек алғыңыз келді. Иә. Ал енді кек алу мақсатында әлеуметтік желіге осы посттарды жариялап, күйеуіңізді педофилге теңегіңіз келді ме? Кек алу үшін емес. Не үшін енді? Угроза келгеннен кейін, балам Кімнен? үшін, қыздар үшін, Угроза кімнен келді? туыстарынан. Содан кейін жариялауға мәжбүр болдыңыз ба? Иә, Қайрат мырза, жауап қандай? Осы сұраққа шындық жауап берді. Шындық жауап бер. Шындық. Демек, 5 сұрақ қойылды, 5 сұрақтың 5-еуіне шындық жауап бер. Бәріне шындық жауап берді. Құлпынай, бұл детектор шындығына өз еркіңізбен келдіңіз бе? өз еркіммен келдім. Ешкім мәжбүрлеген жоқ қой, күштеген жоқ. Сыртқы жақтан ешқандай қысым болған жоқ. Жоқ. Маған немесе полиграф маманға, Қайрат мырзаға назыңыз, сыныңыз бар ма? Жоқ. Барлығы ойдағыдай өтті сіз үшін. Ойдағыдай. Алып қосарыңыз бар ма? Детектордан бөлек алып қосар ақпаратыңыз, мәлімдемеңіз болса, мархабат. Ойымда жүреді, айтылмай қалды деген болса. Өкініш сезімі бар. Қандай жағдайға, кімге? Қыздарды жақтамай қою керек еді. Қыздарды жақтамай қою керек еді. Жалпы осының барлығын әлеуметтік желіге шығарғаныңызға өкінесіз бе? Неге?
сабыр сақтаңыз, иә, Құлпынай, өз өзіңізге келіп алыңыз. Өйткені мені көп халық қарғап жатыр ғой, балама тіл тигізеді, даже баланы өзін өліп қалсын деген сөздерді естіп отырмын. Егер қыздардың мама папасы жақтырмаса, неге мен жақтауым керек деген ой келетін болады. Ештеңе шығармай ақ қойым керек еді. Может, қыздар зорланғаннан кейін барып ештерін жібермейді деген ой келеді. Ол кезде бәрі кеш болатын еді ғой. Ерте айтсам да ешкім түсініп жатқан жоқ қой. Жақсы, Құлпынай, қандай іс жасасаңыз да, сіз өзіңіздің ойынша әділ іс жасадыңыз. Сондықтан өкінбеңіз, қамықпаңыз. Жүйесіз қарғыс иесін табады, жүйелі қарғыс киесін табады дейді. Және Алла қорғаныңыз болсын. Сенің жағдай қалай? Өйткені осында келген сіздің енеңізде естіген боларсыз сұхбатта, Ясин ауырмайды, құлан таза, сау деді. Рас па? Рас емес. Денсаулығы қазір қалай, жақсы ма, қалыпты ма? Сырттай сау балаға ұқсайды, бірақ дене пішіндері күннен күнге өзгеріп. Жақсы, Алла шипасын берсін. Оғанат, қош келдіңіз. Қош келдік. Жағдайыңыз қалай? Аллаға шүкір, өздеріңіз. Детекторге отыру өзіңіздің толыққанды шешіміңіз бе? Толыққанды шешімім. Ешкім сізді мәжбүрлеп күштеген жоқ. Жоқ. Осы детектор арқылы нені дәлелдегіңіз келеді? Өзімнің ондай педофил емес екенімді, ақ екенін дәлелдегім келіп отыр. Енді келесі бір мәселе, ардақты ағайын. Дәл осы жерге Құлпынайдың күйеуі Қолғанат Жұмабаев келген болатын, детектор құрылғысын тақты, менің қойған сұрақтарыма жауап берді, оған Қайрат мырза куә. Біз оның барлығын таспалап алдық, және камера сыртында Қолғанат Жұмабаевтың анасы Баян ханымда отырған болатын. Жауаптардың барлығын алғаннан кейін Баян ханым жауаптарды естіген соң, бұның барлығын жарияға жар салудан бас тартты. Неге екенін мен білмеймін, және Қолғанаттың рұқсатынсыз мен ол жауаптарды жариялай алмаймын, бірақ Қолғанат та детектордан өтті. Бұл енді өздерінің анасымен келіскен жауаптар солай болды. Мен оларға қарсы шыға алмаймын. Ал бірақ Құлпынайды көрдіңіздер, келді, жауаптарын берді, және дәл осыны жариялауға рұқсат па? Рұқсат. Рұқсатын да беріп отыр. Бүгінге осы ардақты ағайын, өздеріңіз шешім қабылдайсыздар. Өте абай болыңыздар.